Көпбалалы отбасыларға кімдер жатады? Мемлекет көпбалалы отбасыларды қандай жәрдемақымен қамтамасыз етеді? Әлеуметтік баспана, салық жеңілдігі, зейнетке 50 жасынан шығады. Атаулы әлеуметтік көмек, көпбалалы аналарға қоғамдық көлікпен тегін қатынайды. Бизнес бастауға қайтарымсыз грант беріледі, стоматологиялық қызметтер тегін көрсетіледі. Осы ақпараттарды толықтай айтып шығамын, соңына дейін қараңыздар. Еліміздің демографиялық көрсеткіші жыл санап артып жатыр. Соның арқасында 2023 жылы Қазақстан халқының саны 20 миллион адамға жетті. Көпбалалы отбасылар демографиялық ахуалымызды көтеруге үлес қосып отыр. Өз кезегінде ел үкіметі түрлі қолдау шараларын ұсынып отыр. Бұл шаралардың бар екенін бірі білсе, бірі хабарсыз. Сол себепті әрқайсысына бөлек тоқталып көрейік. Көпбалалы отбасыларға кімдер жатады? Елімізде 4 және одан да көп кәмелет жасына толмаған баласы бар отбасылар бірден көпбалалы санатына жатқызылады. Сондай-ақ күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттері балалары да көпбалалы қатарына қосылады. Бұл ретте баласы кәмелет жасына толғаннан 23 жасқа дейін орта техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі жоғары және жоғары оқу орнын кейінгі білім беру ұйымдарында білім алу тиіс екенін ескерген жөн. 6 бала туған көпбалалы аналарға күміс алқа, ал 7 не одан да көп бала туған көпбалалы аналарға алтын алқа беріледі. Мемлекет көпбалалы отбасыларды қандай жәрдемақымен қамтамасыз етеді? Соңғы 5 жылда көпбалалы аналарға мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп келеді. Мәселен, көпбалалы отбасыларға олардың табысына қарамастан мемлекеттік жәрдемақы тағайындалды. Биыл айлық есептік көрсеткіш мөлшері 3692 теңге дейін ұлғайтылған соң, жәрдемақы мөлшері де көтерілді. 2024 жылы жәрдемақы мөлшері төмендегендей болды. 4 балаға 59183 теңге, 5 балаға 73988 теңге, 6 балаға 88793 теңге, 7 балаға 103598 теңге, 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға ай сайын әр балаға 4 айлық есептік көрсеткіш немесе 14768 теңге мөлшерінде жәрдемақы беріледі. Егер барлық құжат дұрыс болса, мемлекеттік жәрдемақы автоматты түрде тағайындалуы тиіс. Егер сіз көпбалалы отбасы бола тұра бұл жәрдемақыны алмаған болсаңыз, азаматтарға арналған үкімет кеңесіне барып, мән-жайды анықтау керек. Жоғарыдағы санаттардан басқа алтын алқа, күміс алқамен және басқа да ордендермен марапатталған көпбалалы аналарға бөлек жәрдемақы тағайындалады. Алтын алқа, күміс алқалармен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған және бірінші және екінші дәрежелі ана даңқын орденімен марапатталған көпбалалы аналарға ай сайын 6,4 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Жәрдемақыны алу үшін азаматтарға арналған үкімет өтініш жазып жеке басты куәландыратын құжат алтын алқа, күміс алқа, батыр ана, 1 және 2 дәрежелі ана даңқы орденімен марапатталған растайтын құжатты ұсыну қажет. Бұдан бөлек көпбалалы ана Байқоңыр қаласынан болса, қалалық тұрғын үй шаруашылығының азаматтары да есепке алу және тіркелу бөлімінің анықтамасы керек. Әлеуметтік баспана. Алтын алқа, күміс алқа алқалары иелері бұрын батыр ана атағын алған, бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы орденімен марапатталған көпбалалы аналар тұрғын үй кезегіне тұрып баспана ала алады. Тұрғын үй кезегіне тұру үшін кезекте кезек порталына ЭЦП арқылы тіркеліп, санаулы минуттарында өтінім беруге болады. Қазір Қазақстан бойынша 646.082 адам кезекте тұр. Олардың 116.244 немесе 18% көпбалалы аналар. Жалпана кезегінде тұрғандардың 39,5% халықтың осал топтарына жататындар, 32,3% мемлекеттік қызметшілер, 9,7% жетім балалар екенін айта кетейік. Бұдан бөлек көпбалалы аналар тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымды дамытудың 2023 пен 2029 жылдар аралығын тұжырымдамасы шеңберінде жылдық 2%-дан және 5%-дан аспайтын сыйақы мөлшерлемесі бойынша әлеуметтік кредиттік тұрғын үйді сатып алуға мүмкіндігі бар. Ол үшін тиісті конкурстың басталғанын күтіп, отбасы банк кезек сайты арқылы өтінім беру керек. Соңғы рет Астана қаласында өткізілген конкурс кезінде пәтерлер тұрғын үй кезегіне бойынша берілді.
Сонымен қоса, табысы төмен отбасылар үшін әкімдіктер тұрғын үй сатып алу үшін тұрғын үй сертификатын ұсынды. Сертификат Қазақстан Республикасының ұлттық банкі бекіткен ипотекалық бағдарлама немесе мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бойынша тұрғын үй сатып алған жағдайда беріледі. Тұрғын үй сертификат ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша бастапқы жарнаның бір бөлігі жабу үшін беріледі. Былтыр оның мөлшері 1,5 миллион теңге шамасында болды. Кезекте тұрған көпбалалы отбасылар пәтердің жалдау ақысын субсидиялай алады. Бұл ретте отбасының соңғы 6 айдағы жиынтық табысы оның әрбір мүшесіне шыққанда ең төменгі күнкөріс деңгейінің бір еселенген мөлшерінен аспауы тиіс. Аталған көмекке қол жеткізу үшін тұрғын үйге мұқтаж жан ретінде есепке қойылғанын растау қажет. Көпбалалы отбасылар жалға берілетін тұрғын үйді өздері іздейді. Оның құнын есептеу кезінде бірнеше факторды ескеру қажет. Мәселен, отбасында 4-5 адам болса, жалдайтын баспана ауданы 60 шаршы метрден аспауы тиіс. Өтінімді отбасы банкі.kz порталы арқылы беруге болады. Салық жеңілдігі. Алтын алқа, күміс алқа алқаларымен марапатталған көпбалалы аналар бірқатар салық төлемімен босатылған. Атап айтқанда, бірінші көлік салығы. Батыр ана, алтын алқа немесе күміс алқамен наградталған көпбалалы аналар бір көліктің салығын төлеуден босатылады. Екінші, батыр ана атағына ие болған немесе алтын алқа алған көпбалалы аналар тұрғын үй қоры иеленген жер учаскелеріне салынатын салықты төлемеуге құқылы. Үшінші, үй жағдайындағы жер учаскелеріне салынатын салықтан босатылады. Төртінші, батыр ана атағын алып, алтын алқамен наградталған аналар 1000 еселік мөлшердегі айлық есептік көрсеткіш шегінде жеке тұлғалардың мүлкі бойынша салықтан босатылады. Бесінші, нотариалдық қызметтерге жүгінгенде мемлекеттік баж салығын төлемейді. Зейнетке 53 жасынан шығады. Қазіргі заманға сәйкес ерлер үшін зейнетке шығу жасы 63 жаста, әйелдер үшін 60 жаста деп белгіленген. Қазақстан Республикасының зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңында әйелдердің зейнетке шығу жасын кезең-кезеңмен 2018 жылдан бастап 2027 жылға дейін, яғни 10 жыл ішінде жыл сайын 6 айға ұлғайту көзделген. Осылайша 2027 жылға қарай әйелдердің зейнетке шығу жасы ерлер үшін зейнеткерлік жас 63 жасқа жетуі тиіс. Заңға сәйкес көпбалалы аналар 53 жасқа толғанда зейнетке шыға алады. 5 және одан да көп бала туған немесе асырап алған әрі оларды 8 жасқа дейінгі тәрбиеленген әйелдер 53 жасқа толғанда жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алуға құқылы. 4 баланы тәрбиелеп отырған көпбалалы отбасылар бұл санатқа жатпайды. Алайда ананың баласын бағып күткен жалпы жиынтығы 12 жыл шегінен аспайтын уақытты зейнетақы тағайындау үшін еңбек өтіліне есептелінеді. Атаулы әлеуметтік көмек. Көпбалалы аналар атаулы әлеуметтік көмек ала алады. Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмекті жан басына шаққандағы орташа табысы кедейлік шегінен аспайтын келесі санаттағы тұлғалар ала алады. Қазақстан Республикасының азаматтары, қандастар, босқындар, шетелдіктер, Қазақстанда тұратын азаматтығы жоқ тұлғалар. Атаулы әлеуметтік көмек мөлшерін отбасының әрбір мүшесі есебінен орташа жан басына шаққандағы табысы бойынша есептеледі. Яғни табысы төмен көпбалалы отбасылар Қазақстан Республикасының азаматтары ретінде өтінім беріп, қажетті құжаттарын ұсынса, әлеуметтік төлемге қол жеткізе алады. Отбасының құрамы табысы өзгерген жағдайда тағайындалған атаулы әлеуметтік көмектің мөлшері қайтадан есептелінеді. Сонымен қатар 8 наурызда сондай-ақ қарттар күнінде көпбалалы отбасыларға 2,5% айлық есептік көлемінде алтын алқа, күміс алқа иелеріне бір реттік жәрдемақы төленеді. Көпбалалы аналар қоғамдық көлікпен тегін қатынайды. 2023 жылдың 1 наурызынан бастап автомобиль көлігі туралы заңға өзгерістер енгізілді. Заңға сәйкес алтын алқа, күміс алқа алқаларымен наградталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, сондай-ақ 1 және 2 дәрежелі ана даңқы орденімен наградталған көпбалалы аналардың тегін жол жүруге құқығы бар. Астанада тегін жол жүру картасына рәсімдеу үшін Рахымжан Қошқарбаев даңғылы 51 мекен жайындағы орталық кассаға бару керек немесе Транскарт
.kz онлайн сайтында арқылы үйге тапсырыс беруге болады. Бизнес бастауға қайтарымсыз грант беріледі. 2021-25 жылдар аралығында кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын азаматтарға, оның ішінде көп балалы отбасыларға жаңа бизнес идеялары іске асыру үшін грант беріледі. Еңбек мини баспасөз қызметінің мөлшерінше 2023 жылдың басынан бастап 4963 көп балалы отбасы грант иелеген. Биыл 9000 грант беру көзделген. Былтыр мал шаруашылығына 2907, өсімдік шаруашылығына 148, мүкәммал еңбек құралдарын сатып алуға 2221, технологиялық жабдықтарды сатып алуға 3661, орын жайды жалға алуға 165 қайтарымсыз гранттар берілген екен. Гранттарда еңбек мобильдігі орталықтары үміткерлердің өтініштерін қарау жөніндегі аудандық қалалық комиссиясының шешімі негізінде береді. Үкіметтерге өздерінің бизнес жобаларын комиссия отырыстарында таныстырады. Комиссия отырыстарының өткізілетін орны, күні мен уақыты туралы хабарлама бизнес еңбек кезек порталында грант алуға өтініш берушінің жеке кабинетінде көрсетіледі. Стоматологиялық қызметтер тегін